Тікелей эфирге қосылдық. Қош келдіңіз, Лимона ханым. Қайырлы күн. Бүгін дүйсенбі өте сондай әдемі күн. Бір адамдар дүйсенбіні ауыр дейді. Мен үшін дүйсенбі керісінше бір ақпараттан бір болады ғой, бір жаңадан бір бастаған бір іс, жаңадан басталған бір жақсы, сондай. Жаңа жыл сияқты ғой. Иә, мен үшін бір жаңа жыл секілді. Сондықтан бүгін дүйсенбіміз сәтті болсын. Егер бүгінгі күнді біз сондай көңілді өткізетін болсақ, өзімізге өте бір сондай жеңіл қарайтын болсақ, онда аптаның соңына дейін дәл сол темппен, сол ырғақпен, ары қарай сол нотамен соңын аяқтаймыз. Тамаша. Лимона ханым, сіздің осы арт-терапия KZ парақшаңызға өте көп жаңадан подписчиктер қосылып жатыр. Сол подписчиктермен танысып өтейік. Иә, танысайық. Өзіңіз туралы айтып өтсеңіз енді. Мен Лимона, психолог. Яғни психолог болғанда менің тәжірибем қазір 25 жыл. Осы терапияны жүргізіп келе жатқаныма қазір соңғы 10 жыл болып қалды. Арт-терапия бұрында мысалға арт-терапияны былай қолданып келетін болсақ, соңғы біз 5 жылдықта прям экспериментпен сондай бір терең осыған қатты көңіл бөлдік. Өйткені біз бұдан көп нәтижесін шығардық. Көп адамдардың осы Қазақстан бойынша алғыстарына бөленіп жатырмыз. Біздің осы терапия арқылы көп отбасы қосылып, яғни бақытты болып, өзіне сондай бір керемет жар тауып, кішкентайлы болып, ішкі блоктарынан арылып, қорқынышынан арылып, ішкі, былайша айтқанда, өзінің кейбір ресурстарын кеңейтіп, керемет сондай депрессиядан шығып, сезімге бөлініп жатыр. Сол үшін мен қуанамын. Сондықтан да өзімді арт-терапевт деп ашық айта аламын. Сондай, яғни қуанып, бұл менің авторлық методикам. Сондықтан да сіздерге де осы нені мысалға терапевттер көпшілігінде өзі автор болғандықтан, оны артынан еретұғын өзінің жаңағы оқушыларын, өзінің жақсы мамандарды дайындағысы келеді. Өйткені мен жалғыз, сіздер көп деген секілді тарағанын, оның көп адамдар қолданғанын қалаймыз. Оқытуға осы жақында дайындық жасап жатырмыз. Бүгін біздің айтпақшы арт-терапиямыз, сабағымыз басталып жатыр. Сондықтан да осы терапияға қосылыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Сіздер де соның рахатын, соның кереметін, қуанышын сіздерде бірге көретін болайық. Жалпы арт-терапия курсы кімге керек? Арт-терапия курсы кез келген өзін таба алмай жүрген, кез келген ішкі конфликтіде жүрген, кез келген ішкі фобиясымен, қорқынышынан, яғни ұйықтай алмай жүрген, жаңа бізге хат жазған, болмаса өзінің бір ойындағы менін таба алмай, яғни айтады предназначениесін таба алмай жүрген адамдар, болмаса екінші шартысын, кез келген сұрағы бар, өзінің проблемасы ішінде мәселесі бар, мәселесі бар адамға бұл арт-терапия керек. Және бұның жолы, Қорлан, өте оңай. Негізі кездесіп бірнеше сағат, бірнеше терапиялық сеанс өтіп, өзін табуына көп әрекет жасап, қайта-қайта келіп жүргеннен, үйде отырып, мысалға, ол батыста тұрсын, мейлі шығыста тұрсын, мейлі оңтүстікте, солтүстікте болсын, қай қалада болса да, үйінде отырып мен тікелей эфирде жаңағы диагностикасын алып, жұмыс жасауына болады. Сондықтан мен ол адаммен үнемі контактыда боламын, былайша айтқанда менің ол полямда болады. Сондықтан сіздердің сондай жақсы мүмкіндіктеріңіз бар. Өйткені өздеріңіз білесіздер, менде өте уақытым, әрбір минутым бәрі есептеулі, санаулы, бір аптаның жоспарын сызып, мысалға бір апталық жаңағы өзімнің алдыма приемға келетін кісілер бар, терапия бар, қоғамдық жұмыстарым бар, қайырымдық жұмыстар бар, жалпы жұмыстар өте көп бізде. Орталығым жақында ашылды, міне осының жұмыстары бар деген сияқты, бізде өте қолым тие бермейді. Осы терапия арқылы менімен байланыста болуға болатын мүмкіндіктеріңіз бар. Жалпы арт-терапия жаңағы ішкі конфликттерді шешуге көмектеседі дедіңіз, жалпы ішкі конфликт дегеніміз не, былай ашып айтып бере аласыз ба? Ішкі конфликт өзіне көңілі толмау, ең бірінші орында. Өзіне көңілі толмау, өз-өзін дұрыс бағалай алмау, өзінің ішкі установкаларын дұрыс емес, ішкі қысымдары бар, үнемі шағымдан менің жолым болмайды, мен ешкім бағаламайды, мен қанша жақсылық жасаймын, бірақ мен жақсылығым қайтпайды. Мысалға мен бір нәрсені қалаймын, бірақ ол орындалмайды, іс жүзінде ешқашан іске аспайды. Осының бәрі конфликт, ішкі конфликт. Мысалға
адамның ішкі конфликтісін шеше алмаған адамда депрессия болады, ішкі терең күйзеліс болады. Ішкі өзінің мысалға конфликтісін шеше алмаған адам басқа адаммен қарым-қатынас құра алмайды. Өйткені сіз өзіңізбен диалогқа келе алмадыңыз, өзіңізде үйлесімділік жоқ, сіздің ойлаған ойыңыз басқа, сөзіңіз басқа, әрекетіңіз басқа, иә, бір бөлек, бір-біріне ешқандай үйлеспейді. Онда ол конфликт, яғни ол күйзеліске алып келеді. Яғни сол мәселенің барлығын осы арт-терапия арқылы шешуге болады. Арт-терапия арқылы шешуге болады. Енді біз қазір прямой тікелей эфирде отырмыз. Сұрақтарыңыз болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Менен бір лайфхак болсын, қазір мысалға шаршап отырмын деңіз, ойыңызды жинақтай алмай жатсыз, бірақ сіздің өте жауапкершілігі өте жоғары бір жиыныңыз бар, жиналысыңыз, семинарыңыз бар, я болмаса мұғалімдер үшін, жұмыскерлер үшін, я болмаса бір шеше алмай жатқан бір сұрағыңыз бар. Мынау ақпаратты алыңыздағы тоқтамай бір 5 минут бойы шимайлаңыз. Шимайлап сыза беріңіз. Бірақ сіздің ойыңыздағы жаңағы қандай нелер бар, ішкі шешілмей тұрған түйіні бір шешімі жоқ секілді проблема бар, соны ойлап отырсыңыз. Тоқтаусыз 5 минуттай сіз болғаннан кейін сол қағазды былай өзіңіз соған қараңыз. Міне менің жаңағы осы миымды ашытып, шаршатып, ойымды шаршатып отырған дүние мынау деп алыңыз да мыжып лақтырып тастаңыз. Сөйтіңіз да қайтадан отырып өзіңіздің ешқандай ештеңені ойламай, барлығын босатып, бүйтіп былай сызбасыз. И соны жаңа қанша түс бар мысалға, ең бастысы бір 7 түс болады ғой, радуга секілді, кейбір қосақ секілді, сол 7 түсті пайдаланып отырып соны бояңыз. Одан кейін маған айтасыз, ойыңыз жинақталады, көңіл күйіңіз көтеріледі, прилив сил дейді, энергия болады бойыңызда, бойыңызға бодрость келеді, яғни серпілесіз, және жаңағы шешімін таппай отырған сұрақтың жауабы келіп, ол бар сізде, бірақ сол жауапты оңай аласыз. Кейде болады бізде адамдарда мынау адамның ойы шаршаңқылығы, я болмаса ішкі конфликт деп айтайық, я болмаса жаңағы көңіл күй бір жерде болмағандықтан, сол білетұғын сұрақтың жауабын ол білет негізі, бірақ соны ала алмайды. Ол кәдімгі темный очки киіп алған адам секілді, оған әлемнің бәрі қап-қараңғы. Ештеңе көзіне көрінбей, бір соның шеті жоқ, шегі жоқ, алдындағы бір қадамнан кейін не болатынына түсініксіз, сондай көңіл күйге түсіп кетеді. Ал егер жаңағы мен айтқан осы техниканы жасайтын болсаңыз, сонда мынау көзіңіздегі қара очкиді шешіп тастап, керісінше әдемі сондай жарқын, нұрлы көзілдірікті киіп алатын боласыз. Яғни жауаптар өзі тез келе береді дейсіз ғой, Тамаша, міне қыздар қосылып жатыр. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар, Сосын Лимана ханым, сізде өте көп жаңағындай психолог мамандар бар. Оларды арт-терапия курсын оқып, жаңағы сертификат алып, сол бойынша жұмыс жасағысы келеді. Ол курс бөлек және терапиялық курс бөлек, осы екеуінің разницасын түсіндіріп беріңізші. Арт-терапияның балаларға арналған, яғни ата-анамен бірге оқитын түрі бар бізде. Ол бірінші неде болады, курс болып саналады. Сертификат беріледі ол жақта. Беріледі ол жерге, қолыңызға кітапша ұстатады, кітапша береміз. Сол кітапшаға қарап отырып, балаларға, мынау балабақша, бастауыш класс, ұстаздарына, я болмаса жай ғана сіз педагогсыз, я болмаса сіз психологсыз, тіпті ата-анасыз болды, ешқандай ешкім емес, мүмкін сіздің финансист боларсыз, бухгалтер боласыз, басқа жаңа мамандық үйренгіңіз келеді. Жаңа мамандық үйренгіңіз келеді. Я болмаса сіз бұны бизнес ретінде көрсеңіз болады. Оқып, сертификатты алып қолыңызға, және қолыңызға жаңағы оқу әдістемелік құралын ұстап, осы методика бойынша жұмыс жасаңыз болады. Ол жерде ата-ана мен баланың арасында қарым-қатынас, бала мен ата-ана қандай ойындар ойнауына болады, қандай бір-бірімен сурет салса болады, міне сол туралы бізде материалдар бар, соны оқытамыз. Сол курсқа, яғни не береміз? Сертификат береміз, Және бізде арт-терапия үлкендерге арналған. Арт-терапия арқылы өзіңді таны, яғни өзіңді таны ол ересек адамдарға арналған. Бұл жерде сіз өзіңіздің сұрағыңыз көп өзіңізге қоятын. Жаңа біз айтып өткенде ішкі конфликтіңіз бар, тұрмыс құра алмадыңыз, болмаса көп жылдан бері сізде бір
ұйқысыздық, я болмаса жаңағы бала көрмедіңіз, я болмаса болады ғой бір денсаулықта дұрыс емес, әйтеуір бәрі дұрыс емес, көңіліңізге толмайтұғын, үйлесімділігі жоқ. Бұл кісілер жаңағы оқып, ізденіп, өзі түсініп алса болады тағы да. Алдымен ол адамдар міндетті түрде бізде курстан өту керек болады. Өйткені курстан өтіп бірінші, екінші этаптан өткен адамдар, яғни ол нақты бір дайындықтан өтіп қояды. Кәдімгі солдаттар секілді, дайындықтан өткен солдаттар секілді. Ары қарай енді өзіңіз мұғалім болу үшін, яғни осыны басқаға үйрету үшін, я болмаса мүмкін ол сізге бизнес болуы мүмкін, кәдімгі неге оқымасқа, егер сіз ұстаз болатын болсаңыз, әр балаға мысалы 500 теңге, 1000 теңге болса да, соны қойып, балаларменен жаңағы бір айлық көрсе болмаса, жаңағы 1.90 осы бойы осы дайын материалдарды беріп, оқытып, сол балалармен жұмыс жасаңыз болады. Сіз өзіңіздің оқушыңыздың қандай екенін, я болмаса ата-ана өзінің қандай екенін, баланың қандай екенін, я болмаса жолдасыңызды түсіне алмай жүрген болсаңыз, жолдасыңызды түсінесіз, көршіңізді, жақыныңызды жалпы танып білу үшін өте қажетті құрал бұл арт-терапия. Яғни тағы да бұған сертификат беріледі, қосымша оқу әдістемелік құралы беріледі. Осы арқылы сіз өзіңізбен жұмыс жасаңыз болады. Ал терапиялық курс ол бөлек. Ол тек өзіңізбен жұмыс, терапиялық курс ол бізде бөлек, ол жерде дайын, түсіріліп, дайындап қойған видеоларды көресіз, берілетін тапсырмаларды және менімен контактыда отырып сіз диагностика аласыз. Бұл басқа. Так, тек тез қызығамын, кітапқа, әдетке, курсқа тез қызығушылығым басылады, керек емес сияқты болады дейді. Ол кезде сізге кәдімгі коуч, тренер секілді, психологпен жеке жұмыс жасау керек болады. Өйткені я болмаса жеке марафонға қатысу керек, бізде марафондар бар, терапиялар бар. Бұны нету үшін де, жаңағы соңына жеткізу үшін де бізден терапиядан өткеніңіз дұрыс, өйткені ол сіздің ішкі установкаларыңыз дұрыс емес болуы мүмкін. Сол ішкі установкалар мысалға тез жалықтырады. Сізде бір установка бар, бастадыңыз, соңына жеткізе алмай қалдыңыз. Установка тастап кеттіңіз, бастадыңыз, тастап кеттіңіз. Міне осы нәрсені бұзуымыз керек. Арт-терапияға қатысу арқылы осы установкамен жұмыс жасауға бола ма? Бізде кемі 7 ғой, бізде 7 күндік курсымыз бар, интенсивті, сол курстан өтуіңіз керек. Бөпелі бола алмай жүр едім, арт-терапия пайдасы бар ма? Әрине пайдасы бар. Өйткені біздің осы айттым ғой, соңғы 5 жылдықта біз осы арт-терапияны экспериментальды тұрғыда өткіздік. Осы artterapia.kz страницасын көрсеңіз болады, бөпелі болған бізде бар. Өйткені оны біз енді жаңағы емдедік, жаздық деп айтпаймын. Бұл жерде адамның ішкі қорқынышы болуы мүмкін, психосоматикалық ішкі дерт болуы мүмкін, блоктар болуы мүмкін. Сонымен жұмыс жасау арқылы, установкалар мен жұмыс жасау арқылы ол толығымен ішкі түйіндері шешілді, кішкентайлы болды. Біз қуанып жатырмыз. Бізде бір емес, қанша қыз хабарласты бөпелі болдық деп? Бізде 5 болды. 5-ден көп еді ғой? Менің есімде қалған, өйткені енді оның бәрін біз жазып өзімізге нетпейміз, бірақ өздері хабарласып кетеді, сіздерден кейін бізде осылай кішкентайлы болдым, мен қазір кішкентайым өсіп жатыр, осылай деп айтып жатқан көп, алғыс айтқан кісілер көп. Сосын енді жаңағы ішкі блог туралы айтып жатырмыз ғой, сол блогтар, қорқыныштар, мысалы бізде жұмыс табуға кедергі келтірер ме, және де жұмыста өсуге қалай кедергісін келтіреді, немесе ақша табуға қалай кедергісін келтіреді осы блогтар? Өйткені бұл ішкі установка дұрыс қойылмаған. Я болмаса ішкі блог деп айтамыз. Блог мысалға айтады, мен өзіме қалай айтады, бәрібір көтерілмеймін, өйткені мен танысым жоқ. Өйткені мен ақша берген жоқпын. Я болмаса менің білім жетіңкіремей тұр. Я болмаса ішкі конфликтісі бар оның, ішкі қорқынышы болуы мүмкін. Міне осындай нәрселер, я болмаса элементарно бір екі